Қазіргі клубникалар күшті, топ-томпақ, сочный екен, иә? Қазір осылармен клубника в шоколаде, жүрсең. Баршаңызға сәлем. Алдыңғы салған видео рецептте көпшілік бөліктеріңіз клубника в шоколаде жасаңызшы деп сұраған екенсіздер. Енді сол сіздердің сұрауларыңызбен қазір клубника в шоколаде бірінші рет жасап көрейін деп жатырмын. Ойлап отырмын, қалай шығады екен деп. Мен 2 шоколад алдым. Клубникалар, шпажкалар. Менде бірақ арнайы шпажка емес, мен сушидің палочкаларын алдым. Клубникаларымды шоколадқа малтуға мінекей дайындап қойдым. Енді шоколадтарымызды саламыз. Суымызды қайнатып алып, стаканымызды құйып аламыз. Шоколадты пакетикке салып, қайнаған суға салып қойдым. Қазір шамалы ерісін. Шоколадымыз еріп дайын болды. Мінекей астындағы суды төгіп тастадым. Қайнаған суда. Қазір енді шоколадымызға батырып көрейік, қалай шығады екен. Вроде нормально шығып жатқан сияқты. Қолымның бәрі шоколад болды. Достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Маған нормально шығып жатқан сияқты. Ой, ішіне түсіп кетті. Салып жүрейін. Ой, қайда кетіп қалды? Салып жүрейін. Достар, ішінде бір клубника түсіп кетті. Жата берсін. Аламадым оны. Мен қарасаңыздар, қолымның бәрі шоколад болды. Үстіп шоколадты ертіп алып жасай береді екенсіздер ғой. Тым қиындығы жоқ екен. Қазір барлығын үстіп батырып аламын да қазір. Морозильникке 1 сағатқа, 1,5 сағатқа салып қоясыздар. Болды. О, мынау да түсейін деп жатыр. Мен клубникаларымды шоколадқа малтып алдым. Мынандай болып шықты. Қазір мен бұларды морозильникке салып аламын. Достар, мінекей мен
15 минутқа морозилькке салып алдым. Сол кезде мінекей шығып тұрған түрі осы. Мен мінекей жеп көрейін деп жатырмын. Қалай шыққанын көрейік. Достар, дәмі күшті. Достар, клубника в шоколаде жасау тіпті қиын емес екен. Шоколадты ыстық суда ерітіп алып, клубникаларымызды шпажкаға түйреп алып, одан соң шоколадқа малтып алып, морозильникке салып қоясыздар. Болды, ешқандай қиындығы жоқ екен. Небәрі 15 минут, 10 минут уақыттарыңыз кетеді. Менде жаңа қиын шығар, қалай шығады екен деп ойлап тұр едім. Күшті болып шықты. Достар, сіздер де істеп көріңіздер. Өте дәмді шығады екен. Достар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырды ұмытпаңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Сау болыңыздар.